Саламатсыздар, қазақ елі. Алдарыңызда Бейімбет Майлин атындағы жалпы білім беретін орта мектеп. Ауылымыздың іргесі болып отырған бірлігі жарасқан мектебіміздің 70 жылдық тарихы бар. Біздің мектеп ең алғашқыда Бейімбет Майлин атындағы мектеп-интернаты болған екен. Ең алғашқы бірінші сынып баспалдағын 1969 жылы 1 қыркүйекте оқушылар үшін айқара есігін ашқан. Ең алғашқы бұл мектеп 7 жылдық мектеп-интернаты болып өз жұмысын бастаған екен. Ең алғашқы мектеп-интернатты Омаров Вали басшылық еткен. 1979 жылдан бастап мектебіміз 60-тан астам түлекті ұшырған екен. Мектебіміздің ең алғашқы түлегі Усеров Айтмұхамбет Даутбекович осы мектепте 30 жылдан астам уақыт бойы қызмет етіп келеді. Мектебіміздің осы күнге дейінгі түлектері білім беру, саясат, экономика, қызмет көрсету, медицина салаларында өз үлестерін қосып жүр. Олардың қатарында жеке кәсіпкер Датамқұлов Қайрат, Қазақмыс корпорациясының бастығы Бейсенғазин Әсет, қазіргі таңда Майын ауылдық округының әкімі Нұрғалиев Ержан Бейсенғазинович. Дәл қазіргі уақыттағы Бейімбет Майлин атындағы жалпы орта білім беретін мектептің коммуналды мемлекеттік мекемесінің директоры Ахметов Рахим Қабдылмұратұлы. Грек-рим күресінен Қазақстан, Азия чемпиондары болған біздің түлектеріміз Өмірбекұлы Айбек, Зинатбекұлы Оңдасын. Еліміздің көк туын желбіретіп жүр. 2002-2003 оқу жылындағы түлегіміз Тұрысбекова Әсем Маратқызы қазіргі таңда мектебіміздің директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары қызметін атқарып жүр. Ұстазым бар сенің қасиетін, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейнең. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым арналсын саған осы аяуланым. Күтеді біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыта алман. Үйретем деп өмірдің парасатын ағарды ғой. Қазіргі таңда Бейімбет Майлин атындағы мектеп өз жұмысын қызу жүргізуде. Біздің мектепте 25 мұғалім, 100-ден астам оқушы білім алады. Ұстазым бар сенің қасиетін, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейнең. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым арналсын саған осы аяуланым. Күтеді біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыта алман. Үйретем деп өмірдің парасатын ағарды ғой біз үшін қара шашын. Ұстазым
едім. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ау асыл бейнең. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым. Біздің мектеп болашақта білімді, озық технологияны меңгерген спорт сүйер түлектерді шығаратынына кәміл сенімдіміз.